Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 166-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бекіту. Қазақстан Республикасының Конституция күні. Бүгінгі сабақта сендер уақыт өлшем бірліктерін қолдануды үйренетін боласыңдар. Қазақстан Республикасының Конституциясының еліміздің ата заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні қабылданды. Бірінші есеп, бірінші өрнектің мәнін тауып, Конституция неше тараудан, екінші өрнектің мәнін тауып, неше баптан тұратынын анықта. Бірінші есепті шығарамыз, жақшадағы мәнді шығарамыз, жақшаның сыртындағы бөлуді орындаймыз. Содан кейін азайтатын боламыз. Жақшаның ішіндегі сан мен жақшаның сыртындағы сандарды азайтқан кезде 9 шығады. Біздің Конституция 9 тараудан тұрады. Ал екіншісінде жақшаның ішіндегі амалды орындайсыңдар. 639-ға 244-ті қосқан кезде бізде 883 шығады. 327-ні 3-ке көбейткен кезде 981 шығады. Еді 981-нен 1-ден 883-ті азайтқан кезде 98 шығады. Біздің Конституция 98 баптан тұрады. 9 тарау 98 баптан тұрады. Есімізде сақтап аламыз. Екінші есеп. Амалдарды орында әрбір өрнекті мәнімен сәйкестендірсең, бұл сағаттардың әлемнің қай қаласында орналасқанын анықтай аласың. Ал есепті шығаратын боламыз. Астында көрсетіліп тұр. Әлемдік уақыт сағаты Берлин қаласында орналасқан. Бұл қай сағат екенін анықтаймыз. Ол үшін 9 сағат 45 минуттан 263 минутта азайтамыз. 9 сағат 45 минутта 585 минут бар. 585-тен 263 минутта азайтқан кезде 322 минут болады. Бұл бізде 322 үшінші суретте көрсетіліп тұр. Бұл біздің Берлин қаласында орналасқан сағат екен. Келесінде дәл солай рет-ретімен шығарасыңдар. Қай сағаттың қайда орналасқанның барлығын білесіңдер. Міне соған қарай есептерді шығаратын боласыңдар. Мен қалай шығару кереккен барлығын жазып көрсеттім. Бұл жерде сендер үлкен өлшем уақытты кіші өлшемге айналдырасыңдар. Сағатты минутқа айналдырасыңдар, тәулікті сағатқа, жылды тәулікке айналдырасыңдар, ғасырды жылға айналдырасыңдар. Үшінші есептің А тапсырмасы. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте 3 тәулікте неше сағат бар? 1 тәулікте 24 сағатты табу үшін 24-ті 3-ке көбейтесіңдер, 72 сағат болады. Келесісінде 12 минут, 1 минутта 60 секунд бар. 12-ні 60-ға көбейткен кезде 720 секунд болады. 4 ғасырымыз біздің 400 жылға тең. 4 тәулік 4 сағатымыз біздің 100 сағатқа тең. 6 сағат 20 минутымыз 380 минутқа тең. 2 ғасыр 50 жылымыз 250 жылға тең. Енді Ә тапсырмасы сағаттардағы уақытты анықта. Бірінші сендер таңғы уақытта атап өтесіңдер 3 сағат, одан кейін кешкі уақытты атайсыңдар. Бірінші сағат 11 сағат 15 минут 5 секунд. Ал кешкі уақытта 23 сағат 15 минут 5 секунд деп атап өтеміз. Келесі екінші сағат 12 сағат 35 минут 15 секунд. Ал кешкісінде біз 00 сағат 35 минут 15 секунд кетті деп айтамыз. Келесісінде үшінші сағатқа қараймыз. 15 сағат 30 минут 55 секунд кетті. Ал кешке біз 3-тен 30 минут 55 секунд кетті деп атаймыз. Төртінші есепті шығар. А тапсырмасы. Жолға кететін уақыттың 3-тен 1 бөлігі 36 сағатты
құрайды. Барлық жолға кететін уақытты тап. Енді 3-тен 1 бөлігі 36 сағатты құраса, барлық сағатты табу үшін 36-ны 3-ке көбейтесіңдер. Сонда 108 сағат болады. Барлық жолға 108 сағат кетеді. Тапсырмасында кері есеп құрастырып, оны шығар. Мысалға, барлық жолға 108 сағат кетті. Ал жүріп өткен жолға кететін уақыттың 3-тен 1 бөлігі неше уақытты құрайды? Ол үшін 108-ді 3-ке бөлесіңдер, 36 сағат болады. Бізде 36 сағат 3-тен 1 бөлігі құрайды. 36 сағат. 5-ші есеп, кесте бойынша өрнектер құрастыр, олардың мәнін тап. 2 көбейтілген, яғни мына жердегі сандарды 2-ге көрсетілген сандардың барлығын 2-ге көбейтіп шығасыңдар біріншісінде. Екіншісінде с деген көрсетіліп тұрған сандардың барлығын 505-ге қосып шығасыңдар. Және үшіншісі 1000-нан көрсетіліп тұрған сандардың барлығын азайтатын боласыңдар. Мысалға, 2 көбейтілген 150 тең 300. С дегеніміз 150, 150-ге 505-ті қосамыз. 150-ге 505-ті қосамыз, сонда 655 шығады. Ал 1000-нан 150-ді азайтқан кезде 850 шығады. Міне осылай есептердің барлығын өрнек ретінде шығарсаңдар болады, немесе кесте ретінде сызып шығарсаңдар да болады. 6-шы есеп, есепті шығар. Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай 16 жасқа толған жас азаматтарға Қазақстан Республикасының жеке куәлігін салтанатты түрде табыс ету рәсімі өткізілді. Барлығы 600 сыйлық берілді. Егер олардың әрқайсысына сағат пен кітап сыйланған болса, онда неше азамат сыйлық алды? Бір адамға 2 сыйлықтан берілді. Жалпы бізде 600 сыйлық. Енді неше адам сыйлық алған табу үшін 600-ді 2-ге бөлесіңдер, сонда 300 болады. Бізде 300 азамат сыйлық алды. 7-ші есеп, мұқият тыңдаймыз. 2 жұмысшы өзеннің арғы бетіне өтуі керек. Өзенде 2 бала қайықпен жүзіп жүр. Қайыққа бір жұмысшы не 2 бала сияды. Ал жұмысшы мен бала бірге сыймайды. 2 жұмысшы өзеннің арғы бетіне қалай өтіп, балаларға қайығын қайтарады? Бұл есеп біздің алдыңғы есептерге ұқсас, сондықтан қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Өзенде жүзіп жүрген 2 баланың біреуі өзеннің арғы бетіне қалып, біреуі өзеннің бергі бетіндегі 2 жұмысшыға қайықпен жетуі керек. Сосын қайықты бір жұмысшыға беріп, өзі жағада 2-ші жұмысшының қасында қалуы тиіс. Бірінші жұмысшы қайықпен өзеннің арғы бетіне жетіп, қайықты жағаға қалған балаға тапсырады. Бала қайыққа мініп, өзеннің бергі бетінде қалған балаға барады. Екеуі қайықпен жүзіп, өзеннің арғы бетіне қайта барады. Бір бала тағы да өзеннің жағасында қалып, екінші бала өзеннің бергі бетінде қалған 2-ші жұмысшыға жүзіп келеді. Қайықты 2-ші жұмысшыға беріп, өзі жағаға қалады. Қайықты алған 2-ші жұмысшы өзеннің арғы бетіне жүзіп барып, қайықты осы жағадағы балаға қайтарады. Осылайша балалар 2 жұмысшыны өзеннің арғы бетіне өткізеді. Ал қайығын алған бала өзеннің бергі бетінде қалған досына қайтып келеді. Міне осылай есепті шығаратын боламыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер менің сабағым ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.